Енді осы мәселеде мен кейін кезде бір қоғам белсенділері, тіптен депутаттар, бір ұлттық құрылтай мүшелеріне өткенде бір көріп қалдым, жаңа әлеуметтік желіге. Біз енді кіші жүздің сағатымен жүреміз ба деп жазып қойыпты. Бұл енді қашаннан бері біз жүзге бөліп, сағаттық белдеулер жүзге бөлетін болдық. Масқара жағдай, бұл енді ол былайша келгенде енді сау адам айтатын нәрсе емес, өйткені сағаттық белдеулер ол дүниежүзілік қабылданған меридианный конференцияда 1881 жылы қабылданған нәрсе. Біз өмір сүріп жаттық, кезінде ауытқып кеттік, соны дұрыстап жатырмыз. Яғни біз западтың, я болмаса бір кіші жүздің сағаты деген жоқ, өзінің Астана уақытына көшейін деп жатыр. Және Алматы, басқа өңірлердің бәрі 82,5 меридианнан 67,5 меридианға дейін екі ортадағы Түркістан облысында, солтүстік Қазақстан барлығы бір сағат өзінің сағаттық белдеуіне көшейін деп жатыр. Өзінің уақытынан бір сағат, Сталиннің заманынан бір сағат ілгері жылжытылған өмір сүрді. Декретті уақытпен өмір сүріп келді. Ол декретті уақыттан 2010